Сәлем достар, сіздермен Акон Тажыбай. Мен бүгінгі блогымда иқты қалай тез өсіруге болатыны жайлы айтамын. Базалық жаттығу болып табылады. Жим стоя со штанги. Оны 4 подход жасаймыз 12-ден. Бірақ ол қалай жасалады? Қазір көрсетемін. Көтереміз алға и артқа. Осы екеуі бір ретте болып саналады. Дәл солайынан 12 рет істейміз. Подход 12-ден. Достар, келесі жаттығу ол гантельмен отырып жасайтын боламыз. Ол да тоже 12-ден 4 подход. Ол былай жасалынады. Жиі отырып аламыз, беліміз шығарып, и қолды дәл осылай қоямыз. Көтереміз иықтың көлеміне дейін. И жаймен. Тағы да штангымен. Оны қалай жасаймыз? Штангыны хватты дәл осылай ұстап аламыз. И қолымыз жу болады. Тоже 12-ден 4 подход. Артамыз өзімізге қарай сүреміз и алдыға. Осы бір кетті. Дәл осылай 12 рет жасаймыз. Тромсетке арнаймыз. Оны махи жасаймыз. Дәл осы қалыпта. 12,5 килограммен 15 рет, потом 10 килограммен 20 рет до конца ашытамыз иығымызды. Достар, соңғы упражнение ол суперсет. 4 подход жасаймыз. Бірінші иық